Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып пісетін медовый пирогтың, яғни балды пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым тәсілмен жасалады, және де қолжетімді заттармен жасалады. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Медовый пирогтың ең әуелі қамырын дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған судың үстіне ыдысымызды қоямыз, яғни водяной баняда. Ыдысымызға 1 шай кесе қант және 2 ас қасық балымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін тез арада араластыруға тырысыңыз, себебі жұмыртқа осы ыстық күйде пісіп кетуі мүмкін. Енді үстіне 1 шай кесе ас содасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қоспамыз әппақ болып көпіреді. Шамамен 1 минут тоқтаусыз араластырғаннан кейін біздің қоспамызды буымыздан аламыз, отымызды өшіріп, әрмен қарай үстел үстінде жалғастырамыз. Осы ыстық күйінде біздің сары майымызды немесе маргарин қолдансаңыз да болады, салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Мен әуелі осылай венчикпен, артынша қасықпен араластырамын ұнды. Одан кейін әрмен қарай үстел үстінде жалғастырамын, себебі қамыр илеу ыдыста ыңғайсыз болады. Мінекей үстел үстіне ұнды сеуіп, осылай қамырымызды қойып аламын. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп, қамырды илеп аламын. Мінекей қамыр дайын болды. Енді осыны салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Жарты сағаттан ұзақ тұрып қалса, ештеңе етпейді. Уайымдамаңыздар, тіпті келесі күнге де қамыр жарай береді. Тоңазытқыштан алғаннан кейін мен қамырды 8 бөлікке бөліп алдым. Бөліп жатқан сәтім видеоға түспей қалыпты. Енді әрмен қарай жалғастырамыз. Осы әр бөлікті осылай ұнды үстел үстіне сеуіп отырып, жайып аламыз. Және арнайы бір ыдысымыздың қақпағы болсын, өзіңізге ыңғайлы затты алып, қамырымызды өлшеу үшін пайдаланамыз. Мен осындай қақпақ алдым. Мінекей қақпақтан кішкене асып тұр. Енді шанышқаның көмегімен осылай әр жерінен басып шығамыз. Одан кейін ыдысымызға ұнды сеуіп, осылай қамырымызды қойып, қатты қызып тұрған пеште 2 жағын шамамен 2-3 минутқа қойып пісіріп аламыз. Одан кейін жаңа қақпағымызды пайдалана отырып, осылай өлшеп кесіп аламыз. Ыстық күйінде кесу керек. Және осы шетін бөлек, біздің пирогымыздың өзін бөлек ыдысқа салып, суытып аламыз. Және осылай барлық қамырымызды пісіріп аламыз. Мінекей менде әп-әдемі қызыл болып пісті. Осы біздің пирогымыз суығанша біз кремімізді дайындайтын боламыз. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымыз бен сгущенкамыз қажет. Оны миксердің көмегімен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің крем дайын, осындай қоймалы жым болып шықты. Енді әр қожығымыздың үстіне біздің кремімізді жағып шығатын боламыз. Кремді жаққан уақытта қатты шетіне дейін апарып жағудың қажеті жоқ, себебі келесі қожықты үстіне қойғаннан кейін өзі шетіне қарай жайылатын болады. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, менің арнамдағы сообщество бөліміндегі сауалнамаларға жауап бере кетіңіз. Егер де дәл осы видеомны жатқан болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, әрі достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар.
Енді бағана жиегінен кесіп алған кішкене бөліктерімізді осылай пакетке салып, оқтаудың көмегімен немесе блендер немесе измельчителдің көмегімен осылай жақсылап үгітіп аламыз. Одан кейін жиегіне де, бетіне де жақсылап сеуіп шығамыз. Мінекей біздің медовый пирогымыз дайын. Енді осыны шамамен 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Өйткені кремі жақсылап сіңуі керек. Менде осылай 4-5 сағат уақыт өткеннен кейін шайға ұсындым. Мінекей қараңыздаршы, өте биік болып шықты. Әрі өте жұп-жұмсақ, дәмді болып келді. Сіздерге де дәл осы пирогты жасауға кеңес беремін. Көріп отырғандарыңызда жасау жолы өте оп-оңай. Егер де менің жасаған дәл осы балды пирогым сіздерге ұнаса, лайк басып төменге міндетті түрде комментарий қалдыра кетіңіз.